Сәлеметсіздер ме балалар? Біз бүгін жапырақтың құрылысы мен қызметі тақырыбымен танысамыз. Жапырақ бұл өсімдіктің вегетативті мүшелеріне жататын сіздер алдыңғы сабақтардан таныссыздар. Енді бүгінгі сабақтан бастап жапырақтың құрылысы мен қызметі және олардың ішкі құрылысымен танысатын боламыз. Бүгінгі сабақта сіздер жапырақтың негізгі бөлімдерін, сағақты және сағақсыз жапырақтардың айырмашылығын, жай және күрделі жапырақтардың ерекшелігін, жапырақтардың пішіндерімен танысамыз. Жапырақтың құрылысы күрделі және ол жапырақ тақтасынан және сағағынан, негізінен және бүбешік жапырақшаларынан тұрады. Сағақтары бар жапырақтарды сағақты жапырақ дейміз. Мына жердегі берілген екінші суретке қараңыздар. Яғни жапырақ тақтасы мен сабақты байланыстырып тұратын ол сағағы. Сондықтан біз бұны сағақты жапырақтар деп атаймыз. Сағақты жапырақтарға біз емен, қайың, терек, үйеңкі сияқты ағаштарды және де басқа да өсімдіктерді жатқызамыз. Жапырақтарында сағақтарында болмайтын өсімдіктер бар. Ол мына үшінші суретте көрсетілген. Бұл жағдайда жапырақтың тақтасы, мұны көріп тұрсыздар, яғни бірден сабаққа, яғни негізге жалғастырады. Яғни сағағы мүлдем жоқ. Сондықтан біз бұларды сағақсыз жапырақтар деп атаймыз. Олардың негізін жапырақ қынабы деп атайды. Оған мысал ретінде қалампыр және зығыр өсімдіктерін жатқызамыз. Оларда, яғни сағағы жоқ. Жапырақтар жай және күрделі болып екіге бөлінеді. Егер бір сағақта бір ғана жапырақ тақтасы бар жапырақты біз жай жапырақ дейміз. Мына жердегі суреттегі үстіңгі бағанға қараңыздар. Міне емен жапырағы, қарағаш жапырағы, терек жапырағы, яғни міне астыңғы жағында бір ғана сағақ, үстінде бір жапырақ. Үшеуінде де бірдей. Одан басқа бөртегүл, емен, алхоры сияқты өсімдіктерді жатқызамыз. Герань да жатады, қазтамақ өсімдігі, бақ та жатады, қалақай, жүгері өсімдіктер жатады. Мен атап кеткен өсімдіктердің барлығы сіздерде ұбт-да кездеседі. Жай жапырақты өсімдікті белгілеңіз дегенде осы мен атаған өсімдіктерді белгілейсіздер. Ал егер бір сағақта бірнеше жапырақ тақтасы болса, біз оларды күрделі жапырақ дейміз. Яғни күрделі жапырақтың ерекшелігі, мына бірінші суретке қараңыздар, бір сағақта, яғни 3 жапырақ орналасса, 3-5 одан да көп жапырақтар орналасса, біз оларды күрделі жапырақтар дейміз. Яғни олар 3 құлақты, саусақ салалы, тақ қауырсынды, жұп қауырсынды деп біз бұларды топтарға ажыратамыз. Қазір біз осылардың әрқайсына жеке-жеке тоқталамыз. Енді осы күрделі жапырақтардың жаңағы мен атаған 3 құлақты жапырақпен танысайық. Суретін алдыңғы слайдтан таныстыңыздар. 3 құлақты күрделі жапырақ дегеніміз сағақта бір жерден 3 жапырақ тақтасы болады. Оларға бедеу өсімдігін және бүлдірген өсімдігін жатқызамыз. Басқа да өсімдіктердің түрлері кездеседі, бірақ сіздерге ұбт-да осы екі өсімдік келеді. Екінші түрі саусақ салалы күрделі жапырақ. Ол дегеніміз не? Сағақта бір жерде 5 немесе одан да көп жапырақ тақтасы бекінеді, оның мысалына талшын өсімдігін жатқызамыз. Бұл бір ғана өсімдік берілген тестіда, сондықтан бұны жаттау өте оңай. Яғни адамның саусақтарына ұқсайды, орналасуы жаңа алдыңғы слайдтан қарап алыңыздар, суретін дәптеріңізге салып алыңыздар. Үшіншісі, тақ қауырсынды күрделі жапырақ. Бұл дегеніміз сағақтың ұзына бойы екі жағынан жапырақ тақталары бекінеді және ұшында тек жапырақ тақтасы болады. Бұған итмұрын, шаған өсімдіктерін жатқызамыз. Бұнда да жаңа алдыңғы слайдты қараңыздар. Яғни бұның сандары 5, 7, 9 тақ санмен аяқталады. Енді оған екіншісі қарама-қарсы жұп қауырсынды күрделі жапырақ деген бар. Бұның ерекшелігі сағақтың ұзына бойына екі-екіден жапырақ тақталары бекінеді және ұшында жұп жапырақ тақтасы немесе мұртшалар болады. Бұның мысал ретінде біз бұрша өсімдігін және акация өсімдіктерін жатқызамыз. Дәптеріңізге түртіп жазып алыңыздар. Келесі біз жапырақтың тақталары, пішіні және жиегі бойынша әртүрлі болып келуіне тоқталамыз. Сіздерге көбінесе ұбт-да келетін қалақай өсімдігінің пішіні қандай дейді.
бұның жұмыртқа тәрізді деп белгілейсіздер. Ал бидай өсімдігінің пішіні қандай десе, ұзын таспа тәрізді деп белгілейсіздер. Ал енді өсімдіктердің жиектенуіне келейік. Бізде жалпы жапырақ тақтасының жиектенуінің өте көптеген түрлері бар. Мен сіздерге қазір оларды атаймын, дәптерлеріңізге жазып аласыздар. Ара тісті, қос ара тісті, тіс-желі, оймалы, дөңжиек, тікенек тісті, бүтін жиекті, иректі деген осы 8 түрі бар. Сіздерге жаңағы ұбт-да кездесетін 7 сыныптың оқулығындағы берілген өсімдіктерді жаттап алыңыздар. Бұлар жолжелкеннің жиегі бүтін жиекті, қайыңдікі тісті жиекті, қалақай өсімдігі ара тісті болып келеді. Мына жерде мен суреттерді сіздерге қойдым. Мысалы, бұл жаңа ине тәрізді, ирек тәрізді деген сияқты сопақша тәрізді жапырақтардың пішіндері бейнеленген. Енді келесі жапырақтың жүйкеленуі дегеніміз бар. Ол дегеніміз не? Жапырақ тақтасының жүйкелерінің белгілі бір ретпен орналасуын біз жүйкелену дейміз. Мына берілген осы суретке қараңыздар. Мына жапырақтың тақтасының бетінде ұзын-ұзын болып орналасқан жүйкелері. Осылар жаңағы өсімдіктердің түріне байланысты әртүрлі болады. Мысалы, қосшарнақты өсімдіктерде қауырсынды болады, саусақ салалы болады, ал дара жырнақты өсімдіктерде доға тәрізді және параллель жүйкеленуі тән. Енді кішкене мысал келтіре кетейін сіздерге. Сіздер білесіздер, қосшарнақты өсімдіктер дегеніміз, яғни тұқым жарнағы екеу болады, ал дара жырнақты өсімдіктер дегеніміз бір ғана тұқым жарнағынан. Сіздер тұқымдастарды өткен болсаңыздар білесіздер, дара жырнақтыларға бізге жаңағы астық тұқымдас, лалагүлділер, пияз және үншігүл тұқымдастар жататын, ал қалған тұқымдастың барлығы қосшарнақтыларға жататын. Сондықтан бұны сіздерге белгілеу өте оңай болады. Сондықтан мысалы жаңағы арпа, бидай, тары, күріш дегеннің бәрі дара жырнақты ғой. Оларға қандай жүйкеленуі тән десеңіздер, яғни доға және параллель дейсіздер. Енді қараңыздар, осы бұдан басқа жапырақтың бізде негізгі қызметтері болады. Ол да сіздерді ұбт-да жиі кездеседі. Ол фотосинтез қызметі жапырақтың бірінші қызметі, екінші тыныс алу қызметі, немесе біз оны газ алмасу деп атаймыз. Және үшіншісі судың булануы, немесе оны біз транспирация деп атаймыз. Осы айтылған слайдтағы ақпараттардың барлығын дәптерлеріңізге жазып, жаттап алыңыздар. Тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі бағда кездескенше.